Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақтың тарихы, батырлықтың тарихы. Қазақ халқы, батыр халық. Осы қағидамен барлықтарыңыз келісетін шығарсыздар. Өзіміздің ата-бабамыздың алдындағы біздің ең бірінші парызымыз сол жампида болған халық қаһармандары мен халық батырларына тағзым ету. Және де тағзым ету үшін олардың ерліктері мен олардың есімдерін білу, менің ойымша. Сіздер осы ойыммен келісетін шығарсыздар деген үміттемін. Өздеріңіз білесіздер, мен өзімнің каналымда қазақ халқының ұмытылып бара жатқан қазақ батырларының есімін қайта жаңғырту мақсатында осы қазақтың батырлары туралы бейнероликтер сериясын бастаған болған. Осы қазіргі таңда менің каналымда Қойгелді батыр, Бөрбай батыр секілді, және де Қоңырат Алатау батыр секілді батырлардың, және де Найман батырлары, және де Қабанбайдан басқа Найманның батырлары деген бейнеролик бар, және де қазақтың Есет батырлары деген бейнеролик бар. Осылардың барлығын мақсаты бір нәрсе: тек қана қазақтың ұмытылып бара жатқан батыр есімдерін халыққа қайтадан жаңғыртып жеткізу. Қазіргі таңда менің осы жоспарым Найман халқынан әйгілі орта жүзге белгілі болған Наймандардың ұраны болған Алдияр батыр туралы бейнероликті жоспарлап отырмын. Бірақ сіздерге келесі үндеу тастағым келіп отыр. Бүкіл орта жүздің, бүкіл Найман руының өкілдері, егер сіздердің қолдарыңызда Алдияр батыр туралы мәлімет болатындай болса, немесе Алдияр батыр туралы бір аңыз әңгімелерді естіп біліп жатсаңыздар, осы бейнероликтің астындағы көрсетілген менің поштама жіберуді өтінемін. Ауылдарыңызда баталы, ақсақалды қариялар Алдияр батыр туралы аңыз әңгімелер білсе, соны өздеріңіздің қолдарыңыздағы ұялы телефонға түсіріп алып, немесе дауыстарын жазып алып, осы поштама жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ халқының тарихын, қазақ халқынан шыққан қазақтың батырларының есімдерін бірге елімізге қайтарайық, жаңғыртайық тарихымызды. Барлықтарыңызға рахмет. Алдияр батыр туралы аңыз әңгімелер мен мәлімет болса, жіберуді ұмытпаңыздар. Осы бейнероликті неғұрлым көбірек таратыңыздар. Біреуіміз болмаса, біреуіміздің қолымызда сондай мәлімет болып қалар деген үміттемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бір болайық ағайын. Қазақстан бірлікте болсын.